Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен Университет тынысы газетінің 20 жылдығына орай ұйымдастырылған білім биігіне ғылым шыңы атты үздік шығармалар байқауының қорытындысы шығарылып, жеңімпаздар анықталды. Бұдан кейін ректор байқау жеңімпаздарын марапаттады. Жалпы байқаудың қорытындысы бойынша оқытушылар арасында 3-ші орынды жалпы білім беру факультетінің аға оқытушысы Фатима Оразбекова, 2-ші орынды филология және журналистика кафедрасының доценті Елена Бегалиева, 1-ші орынды заң факультетінің аға оқытушысы Режеп Баярисов, бас жүлде технологиялық факультеттің деканы Әнуарбек Аймен алды. Ал студенттер арасында 3-ші орынды журналистика мамандығының 4-ші курс студенті Балнұр Әшімбай, 2-ші орынды журналистика мамандығының 3-ші курс студенті Нұрсұлтан Рахымбай, 1-ші орынды мәдени тынығу мамандығының 3-ші курс студенті Елдар Боранбек, бас жүлдені журналистика мамандығының 3-ші курс студенті Диана Қалманбаева иеленді. Біздің университет тынысы газетінің 20 жылдық мерекесі бүкіл біздің университет ұжымын жаңа табыстарға жігерлендірді деп ойлаймын. Өйткені университет тынысы газеті университетіміздің бүкіл өмірін қамтитын, оның тарихымен сабақтас, байланысты басылым. Оның тек қана өз университетімізде емес, бүкіл облыстың ақпарат айдынында өзіндік орны бар газет деп есептеймін. 20 жылдық тарихында талай-талай белестерді артқа тастады. Біздің университетте талай жақсы журналистер өсіп шықса, солардың көбісінің қолтаңбасы осы біздің газетте қалған.